29 тамыз күні Индонезия астанасы Джакартада өткен Азия ойындарында техникалық және ерікті топтар бағдарламасы бойынша синхронды жүзуден жарыс өтті. Жарыс қорытындысы бойынша Қазақстан құрамасында теміртаулық спортшылар Александра мен Екатерина Немич 163 балмен 4-ші орынды иеленді. Бірінші орынды 186 ұпай жинаған Қытай, екінші орынды Жапон спортшылары 182 ұпаймен, ал қола жүлдені Солтүстік Корея елі 170 ұпай нәтижесімен алды. Конечно же, хотелось бы взять бронзу, но после нашего выступления мы увидели свои баллы. Они составляли за техническую программу 81 балл. И это очень хороший балл, если брать во внимание то, что на азиатских играх мы никогда не выступали в технической произвольной программе. Это был первый раз. И поэтому, я считаю, что мы выступили достойно, сделали, по крайней мере, все, что мы могли. Дальше уже будем работать, тренера будут смотреть, что не хватает для того, чтобы уже и в этих программах мы смогли занять призовое место. Поэтому я думаю, что сборная выступила хорошо. 29 тамыз бен 1 қыркүйек аралығында Джакартада теміртаулық екі спортшы Ислам Бозбаев пен Санжар Жаборов қатысқан дзюдо күресінен жарыс өтті. Жеңіске жету үшін жерлесіміз Ислам Бозбаев барын салды. Өкінішке орай жүлделі орын теміртаулық спортшыға бұйырмады. Ислам Бозбаев командалық жарыста жақсы ойын көрсетіп, Қазақстанның құрама командасы ширек финалда Үндістан командасын 4-0 есебімен, ал жартылай финалда Өзбекстан құрамасын 4-3 есебімен жеңіп финалға шықты. Финалда біздің команда жапон спортшыларымен қарсыласты. Жапондық дзюдошылар Азия құрлығының ең мықты дзюдошылары екендігін тағы бір мәрте дәлелдеді. Күншығыс елінің спортшылары Қазақстан құрамасын 4-0 есебімен басым түсіп, Азия ойындарының чемпионы атанды. Ал біздің команда күміс жүлдеге ие болды. Осылайша жерлестеріміз синхронды жүзуден апалы-сіңілі Немичтің қола медалінен басқа, дзюдодан Ислам Бозбаевтың күміс медалімен елімізге оралды. Азия ойындарында синхронды жүзушілер мен дзюдоистерден басқа, Қазақстан құрама командасында волейбол ойындарынан Кеңестік социалистік республикалар одағының еңбек сіңірген жаттықтырушылары Валерия Елисеева, Екатерина Жданова мен Наталья Акиловалардың шәкірттері өнер көрсетті. 29 тамыз күні біздің қыздар Джакартада өткен Азия ойындарындағы ширек финалда күншығыс елінің волейболшыларымен қарсыласты. Жапон қыздары жарыс басталысымен өздерінің белсенділігін көрсетіп, ойын соңына дейін беріскен жоқ. Қорытындысында жарыс жапон қыздарының жеңісімен аяқталды. 31 тамыз 5 мен 8 орындар үшін жерлестеріміз филиппиндік қыздармен кездесті. Нәтижесінде қыздарымыз 5-ші кезеңде беріспей жеңіске жетті. Дәл осы жеңістен кейін біздің команда қорытынды ойында вьетнамдық ойыншылармен 5-ші орынға таласты. Ойын 1 қыркүйек күні өтті. Біздің волейболист қыздарымыз тек 2-ші кезеңде ғана қарсыластарға жеңіс беріп алды. Теміртаулықтар жарыс қорытындысы бойынша Азия ойындарында волейболдан 5-ші орынды иеленді. Алғашқы рет жазғы маусымда өткен Азия ойындарында Қазақстан құрамасы бокстан 1-1 алтын медаль алып келе алмады. Ұрыс барысында Өзбекстан елінен келген боксшылардан жеңіліп, нәтижесінде 5-ші орынды иеленді. Жеңіл атлетикада біздің спортшылар жақсы нәтиже көрсете алмады. Тек жалғыз алтынды 3 қарғып секіруден елімізге Ольга Рыпакова алып келді. Бұрындары жазғы Олимпиада ойындарында спортшыларымыз кемінде 3 алтын медальмен оралатын.